Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгін бізде 5-ші сабақ, ол датчик звука. Arduino'да самый популярный проекттердің бірі ол дауыспен проектті басқару, хлопок келеді, свет жанады, хлопок келеді, свет өшеді и так далее. Бізде тура сол датчик, просто бұл жерде датчиктің управляющий платасы LM393. Ну, то же самый. Біз чувствительності потенциометр арқылы қоя аламыз, қалаған расстояниеде сезетіндей етіп, сигнал келген кезде бізде импульс жанады, мына жерде светодиод, яғни дұрыс істеп жатыр деген сөз. Жоғарыдан қарайтын болсақ, бізде аналоговый пин, минус, плюс и цифровой пин. Аналогқа жалғау арқылы 0.1023 дауыстың громкісін алып условия беруге болады, минусқа, плюске, D цифровой портқа. Бүгін біз сіздермен цифровой портты пайдалану арқылы жасаймыз. Онда сразу бастап кетейік. Яғни минусымыз бізде Arduino минусына, GND. Плюсовой портты біз Arduino плюсіне жалғаймыз, ақпен. Бес вольт. Енді цифровой порт, digital. Уже датчик бастады, жасыл жан. Цифровой портты Arduino'ның кез келген портына жалғауға болады. Давайте мен пока что 7-ге жалғаймын. Енді проект қызық болу үшін алға сәл секіреміз. Секіргенде қалай 15-ші сабаққа секіреміз, бізде светодиод. Светодиодпен отдельно танысамыз. Пока что минусқа, плюске жалғайық. Минусқа, Arduino'ның кез келген минусына. Бізде мынау минус болу керек. Одан кейін плюсын кез келген бір портқа жалғайық. Біздің жағдайда бұл шамамен 9-шы порт бола салсын. Демек, светодиодтың минусқа, плюсын кез келген портқа жалғадық. Дауыс сенсорының минусқа, плюске и цифровойды 7-ге жалғадық. Қазір щелчок беріп көреміз, ол істемеуі мүмкін. Давайте жай үрлеп көрейік. Бұл жерде дауыстың сезуін қадағалайтын датчик мынау. Осыған қарап хлопок береміз и осы бізде сезеді. Давайте код жазайық. Кодқа пока что не білеміз, соны жазайық. Int. Біз жасыл светодиодты жалғайын деп жатырмыз. Ол бізде болады. Жасылды мен жалғадым 9-ға. 9-шы портқа жалғадым. Int мен жалғадым дыбыс сенсорын 7-ге. Int дыбыс. Ну, давайте хлоп дейік, хлопок. Тең 7-ге. Мынау бізде кіргізеді, сырттан информация кіреді, сол үшін input болады. Ал светодиод, жасыл светодиод, ол бізде шығыс болады, сол үшін output болады. Көрінбей тұрмайдым, жасыл. Вот, енді көрінді. Вот, мін жасыл. Вот, жасыл светодиод. Регулировка оң жақтан потенциометрін бұрау арқылы бұрай аласыздар, қай кезде сезетініне байланысты код жазатын боламыз. Pin мод. Жасыл бізде светодиод, ол output болады. Жасыл output, ал хлоп бізде input болады. Pin мод. Хлоп болады input. Окей. Бұл бізде цифровой портқа жалғағандықтан біз бұған digital деген кодты жазамыз. Int дыбыс. Int дыбыс. Тең. Digital read оқимыз. Хлопты оқимыз. Болды. Енді шарт жазамыз. Егер дыбыс берілетін болса микрофонға, отын басам, ұрватсам, мына қызыл жанып отыр, мұқият қараңыздар. Дыбыс келетін болса, шарт жазамыз. Егер дыбыстың келгені height болады. Яғни, дыбыс height болатын болса, бізде жасыл жансын. Ctrl-C. Digital write пен жанады бұл. Digital write қызыл, то есть жасыл жанады. Жанғаннан кейін 1 секундтан кейін өшіп қалсын. 1 секунд делай 1000. 1000 это 1 секунд. 1 секундтан кейін өшіп қалсын. Digital write жасыл low. Өшсін.
Болды, условия өте оңай. Мына условия орындалады егер дыбыс келетін болса. Инструменты, порт пен плата. Передетен біз USB мен 12 вольттың келгенін қадағалауымыз керек. Барлығы дұрыс, порт пен плата дұрыс, загрузка жасаймыз. И қазір мен хлопок берем, өте мұқият жасыл светодиодқа қарасаңыздар. Кетті дыбыс. Жасыл жанды. Өшті. Сәл оңға. О, міне. Бір. Енді бойлы программаны күрделендірейік. Бір рет ұрған кезде жасыл жансын, яғни міне егер басып істесем болады, типа дыбыс бар деген сияқты. Давайте более күрделендіріп жазайық. Логикамен жазайық. Бір рет хлопокпен жансын, екінші хлопокпен өшсін. Ол үшін булен логика береміз. FL любой мән изначально ол false болады. Пока светодиод бізде өшіп тұрады. False, FA болады дейді. False. Окей. Енді бүйтіп айтам, егер дыбыс келетін болса, false теріс мәнге ауыссын. FL тең болады. Леп белгі деген бізде кері бағытқа бұру деген сөз. FL-ді теріс бағытқа бұрады, и соның мән экранға шығады. Сонда бір рет дыбыс келген кезде true, екінші рет дыбыс келген кезде false болады. Digital right бізде жасылға жанып өшуіне береді, FL береді, и delay примерно 500 береміз, и загрузка жасаймыз. Сонда қалай болады? Дыбыс келеді, но true еді, false болады, экранға свет өшіп қалады. Тағы дыбыс берем, false еді, true болады, экранға свет жанады. И так далее. Задержка 500 миллисекунд немесе жарты секундты береді. Компиляция завершена и загрузка завершена. Тексереміз. Вот, жасылға қараймыз. Жанды. Өшті. Осылай, өте қызық проекттің бірі. Светодиодтың орнына кез келген датчик жалғасақ болады. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Каналға жазып лайк басуды ұмытпаймыз. Түсінбеген сұрақтар болса комментарийге жазыңыздар. Әрине біліп жатсақ жауап береміз. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.